Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай лимонды кекстің дайындалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен лимонның цедрасын осылай үккіш арқылы бір штук лимон цедрасын алып аламыз. Енді қантымызға ванильді қантты салып, жұмыртқаның үстіне салып, 2-3 есе көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Үстіне сметана, лимонның цедрасын және де жарты лимонның шырынын қосып, біріккенше миксерлеп аламыз. Ұнымыздың үстіне, електен өткізілген ұнның үстіне разрехителді салып, енді осы ұнымызды сұйық массамызға, жұмыртқалы массамызға салып, біріккенше жақсылап миксерлейміз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағаз төселген формамызға құйып, алдын ала қыздырылған пеште сарғайғанша пісіреміз. Ауысқан қамырды осындай 2 штук кекстің формасына да құйып пісіріп алдым. Глазур дайындау үшін лимон шырыны мен қант ұнтағын араластырып аласыздар. Суыған кексіміздің бетіне дайындап қойған глазурымызды жағып шығамыз. Менде қант ұнтағы кішкене азырақ болғандықтан тағы да үстіне қосып араластырып алдым. Неге дайын болды глазурымыз, енді бетіне жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі нәзік болып шығады. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.